17 ғасырдың соңында қазақ халқы 300-ге бөлінді. Сол кезде елдің бірлігі әлсірей бастады. Тәуке хан елдің болашағы үшін ұлы үш биді шақырады. Ал енді мен сендерді осы жерге жинап отырған себебім бүгінгі қазіргі жағдайда 303 ел болып жүр. Бұл біздің үш елдің өзінің өзінің билігімен билеп жүр. Біз ел бола алмаймыз осындай үш бөлік болып жүрсек. Сондықтан мен бүгін сендерді шақырған себебімнен біз 7 жалға шығарамыз. Мен Төлеби, мен сізбен келісем, хан ием. Бірлік болмай тірлік болмас. Дұрыс айтасыз, хан ием. Бүкіл қазақтың елін намысын бөлу мүмкін керек. Я, рахмет. Айтеке, сен өзіңнің ойыңды айта қойшы. Мен Айтеке би, ел іші ала болса жау алады. Бөлінген елдің бағы қашады, ал біріккен елдің туы биікте желбірейді. Халықтың күші әділдік пен адалдықта. Шындықты сүйген ел мәңгі жасайды. Егер біз жер болсақ, қазақ мәңгі жасайды. Рахмет, Айтеке. Айтеке би тек би емес, ол тағдырын ойлаған дана тұлға болды. Ол әділдік пен бірлікті бәрінен биік қойды. Оның айтқан сөзі мен қалдырған өнегесі қазақ халқының жүрегінде мәңгі сақталып қалды. Әділдік бар елдің айыбына асқақ, бірлігі бар елдің туы мәңгі биік. Мен сенемін, тілі бар, елі бар, жүрегі таза халықтың ешқашан құламайтынын. Себебі қазақ елі мәңгі жасайды. Рахмет сендердің бүгін келген. Енді осы күннен бастап бізде 7 жалға заңы болады.